Кентау қаласының құрылыс саласында жүйелі жұмыстар жалғасын тауып келеді. Атап айтқанда Қарнақ ауылының халқы көптен күткен 300 орындық заманауи үлгідегі мәдениет үйінің құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінде тиісті жұмыстардың орындалуы 90%-дан асқан мәдениет ошағын алдағы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында ел игілігіне тапсыру жоспарланып отыр. Бұдан өзге былтыр Кентау қаласында спорт инфрақұрылымын дамыту мақсатында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы басталған болатын. Бүгінде нысанда кірпіш қалау жұмыстары жүргізілуде. Жоспар бойынша заманауи спорт кешені 2 қабатты болады. Оның ішінде үлкен әмбебап спорт залы, күрес және бокс залдары, шығыс жекпе-жектеріне арналған және көркем гимнастика залы, киім ауыстыратын бөлмелер, жуынатын және қызметкерлерге арналған бөлмелері де қарастырылған. Кешен толық пайдалануға берілгеннен кейін 1000-ға жуық спортшы жаттыға алады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы Кентау қалалық құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Данияр Байсейітов мәлім етті. 2025 жылдың қыркүйек айында мынау Кентау қаласында Биза Саттарханов атындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бар. Ол өте ескі. Оның жанында бізде 2 гектарға жуық жер бар. Сол жерге жоба жасалған үлкен спорт комплекстің. Сол спорт комплекс осы 25 жылдың қыркүйек айында басталған болатын. Қазір таңда оның санда кірпіш қалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Спорт кешені қазіргі заман талаптарына сәйкестендірілген спорт кешені 2 үлкен зал болады. 300-ге жуық көрермен трибунасымен. Одан бөлек ішінде гимнастика залы, бокс залы, восточный единоборство, шығыс жекпе-жектер залы, күрес залдары бар. Одан бөлек өзінің административный зданиясы бар. Енді ол нысанға 2025 жылы 230 миллион теңге қаржы қаралды. Сол 230 миллион теңге жұмыстар атқарылды. Енді биылғы бөлінген қаржысы бар. Енді мердігермен қазір біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Биылғы бөлінген қаржысы толық емес, бірақ алайда өз қаржы есебінен жыл соңына дейін нысанда құрылыс нысанын аяқтап бізге тапсырамыз деген ой бар. Одан бөлек бізде Кентау қаласының оңтүстік аумағында 55 гектар жер телімі бар. Сол 55 гектар жер теліміне 2020-2021 жылдары ауыз су мен кәріз жүйесі тартылған болатын. Енді соның электричествосын жүргіздік. Жер асты кабельдері мен көше жарық шамдары орнатылды. Одан бөлек бізде 2023 жылы басталып алған 60 пәтерлі көпқабатты 5 қабатты тұрғын үйіміз бар. Сол 5 қабатты тұрғын үйдің осы құрылысын аяқтау осы 2026 жылдың наурыз айында қабылдауға жоспарлап отырмыз. Одан бөлек бізде тағы да 2025 жылдың соңында Бүргем деген аумағы 101 гектар шығатын аумақта жеке тұрғын үйлерге берілген жер телімдері бар. Сол жеке тұрғын үйлердің инженерлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету мақсатында жыл соңында ауыз су және кәріз жүйесімен біз келісімшартқа тұрдық. Осы жылы қаржы толығымен қаралған жағдайда біз аталған нысанда құрылысын жүргізіп қабылдап алатын боламыз. Біздің мердігерлерге қоятын талабымыз ол нормативтік құқықтық актілердің аясында заңмен көрсетілген талаптарды біз талап етеміз. Одан бөлек біздің барлық нысандарда техникалық қадағалаушыларымыз, авторлық қадағалаушыларымыз бар. Солармен бірлесіп техникалық кеңестер өткіземіз мердігерлердің қатысуымен.